Каспий редқа болса да жасатып алып кетпесеңіздер, өйткені шыққаннан кейін ертеңгі той алмасаңыздар мұш пысайма деген болды, ұсынау болды. Ал, ендеше Бағдатқа микрофон ұсынай, бір тамаша әннен сүйсіндіңіздер. Рахмет. Ал, той құтты болсын. Нурика Монамен қабылдауыңыздар, той жақсылығыңыздар қарай вальспен жалғастыра келіңіздер. Қазіргі жастардың кіммен айтқанда жынды болды мұнда. Рахмет Бағдат, сен өскенде күшті әнші боласың одан берсеңіз. Ал аға жайғасайық, сіздердің орын жоқ өрендеп қалады. Бейсен аға байқаңыз, ертең пятница аға. Ертең пятница деген бұл. Ал енді қымбатты ағайындар, қазір мына Зәмзәгүл қыздарымыз осы әулеттің үлкені ғой. Зәмзә ұрысып жатыр. Мына приздарды бірден таратсақ, таңға дейін отыратын сияқтымыз. Одан да қай стол көңілді отыр, ең көңілді стол табайық та, сол столдың ортасына барып 12 призді қояйық, өздері бөліп алсын дейді.
Рас қой. Шынында да. Ол үшін ең көңілді стол табайық. Қазір не болып жатыр ма? Қымбатты шаңырақ кәдесінің официанттары, сендерден өтініш, официанттар, қыздар, егер қолдарың бос болса, мен бірдеңе айтып болғаннан кейін шапалақ ұрып тұрыңдаршы, иә? Қонақтардан қайыр жасайтын официанттар өзімізді. Қазір, суретке түсіп отыр, әдемі. Қазір бір өлең қосайық, сол өлең тоқтаған кезде қай дастархан сол өлеңді жалғастырып кетеді. Міне видеоға түсіп жатсыздар, сол дастархан бірінші орын алады. Сіздердің жас кездеріңіздегі ән ғой. Дайын болсаңыздар кеттік, бірінші ән мынандай. Жол жатыр шақырып алдымда, өмірге ұсынып шаттығым, білмеймін бой жетіп қалдым ба, шашымда ақ бантик жоқ бүгін. Білмеймін бой жетіп қалдым ба, шашымда ақ бантик жоқ бүгін. Қазақтың қанындағы тектілік қой. Намыс кетіп бардыр, көрдіңіздер ма? Намыс алып үлкеңіздер, намысыз жібермеді. Ал, видеоға түсіп жатсыздар, екінші ән мынандай. Бір көргенде алдыңыз бар, мені жан сүйер, мені жан сүйер, мені жан сүйер. Tekmiş olma, уже klip көрсетіп жатыр. Күштеген. Ал, үшінші өлең, барлық жастар күшті айтады. Көршінің қызын айтып көрейікші. Ғашықтар хатысы ұлылық күтті, орындалмасын кім білген, қағаз гүлдердің қолы тіпті, ұзаққа өлген шын білген. Көршінің қызы ауылдан біздің Олмыр қосылды. Бәрекелді. Ал енді. Дан көрсіздер. Ал төртінші тұр, ешкім ән айтпасын, ешкім орнынан тұрмасын, отырып билеп көрейікші. Қай дастархан отырып күшті билейді екен, сол дастархан жүлдегер. Ал музыка, би, кеттік. Мынандай болады, төртінші тұр. Басқұмдардың бізден қорқан түсі ғой. Қазақ намыстары бетсе, оқпаймыз ғой біз аяқта. Атам отыр, енем отыр, қайнағам отыр, от имам бітсіз жағып отырмыз ғой біз. Ерекше қалыппыз ғой. Сондықтан мына алтыншы стол, аға, сіздердің столға бір жігіт келсінші. Ер азамат келді. Өзіңіз келесіз аға. Кім келеді? Келіңіз. Ай, бәрекелді. Алтыншы стол, күшті отырсыздар. Келіңіз аға. Ай, бәрекелді. Қызмет ағам келіңіз. Қызмет ағам жарғы сөз алтыншы столды көтеріп отырған бәрекелді аға. Күшті. Сіздер кім отырсыздар алтыншы столда? Біздер негізі біз көпшілігіміз шекерхананың құрдасымыз.
Асан ағамның замандасы жолдасымыз. О, күшті. Ал, сосын ана жетінші столдан бір қыз келсінші. Жетінші столдан бір қыз келсінші. Жетінші столдан бір қыз. Бір қыз жетінші столдан. Келіңіз, сәлесіз, келіңіз. Міне. О, билеп тұр, міне. Айдыра. Міне, билеп, о. Алтыншы столдан жетінші стол бірін-бірі алмай отыр бағана бері. Видеода келіңіз. Бұл кісі қызмет ағамыз, сіздің атыңыз? Айгүл. Айгүл. Енді былай болады. Қазір қай стол бірінші орын алатын көреміз. Ол үшін аға, сізге 3 сұрақ. Оны мен қоймаймын. Қазақстан Республикасының парламенті қояды, өкіметтен. Сізге 3 сұрақ өкіметтен. Кім бірінші 3 сұраққа тез жауап береді, сол стол бірінші орын алады. Білетіндер айтпаңыздар. Бірінші аға, сізге мынандай сұрақ. Сұрақ. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті кім? Назарбаев, дұрыс қой. 1-0. Аға біліп тұр. Сізге сондай сұрақ. Екінші сұрақ, сізге мынандай. Сұрақ. 1211 жылы Қазақ хандығына шабуыл жасаған, Моңғол жасағын басқарған әскердің оң жақ қатардағы 3-ші сауыттағы Моңғол батыры кім? Өтірік оразатын ағыз. Шыңғысхан деп қойды. Шыңғысхан соғыспаған ғой, пультпен басқарып отырған ғой. Әзірше 1-0. Аға өтіп келатсыз, Құдай бұйыртса, сізге екінші сұрақ парламенттен. Сұрақ. Дариға Назарбаеваның әкесі кім? Нұрсұлтан Назарбаев, дұрыс қой. Аға, не деген білім деймін. Сізге болар болмас. Екінші сұрақ сізге мынандай. Сұрақ. 1941 жылы Совет одағына шабуыл жасаған неміс жасақтарының генерал-лейтенанты Шмидт басқарған әскери командирінің 9-шы танкінің артында тығылып отырғаны кім? Мына кісі өзінің әдемі екенін біледі, әдемі қыздар мектепте оқымаушы еді ғой сол. Мұғалім 5 қойып жүр. Пока 2-0 аға өтіп келатсыз. Молодец аға. Сізге 3-ші сұрақ өкіметтен. Сұрақ. Қазақстан Республикасының қазіргі президенті кім? Қасым-Жомарт Тоқаев. Ал, сізге болар болмас. 3-ші сұрақ мынандай. Сұрақ. Әскери деректерге жүгінсек, Екінші дүниежүзілік соғыста 40 миллион адам қаза тапқан. Есімдерін ата. Аға, бұны тәтелерді шығарып алып керек етейік деп, ағаларды шығарып алып асқақтатайық деп тұрған жоқпыз. Міне қазақ қыздары бұрыннан осындай болған екен аға. Танымайтын ер азаматпен жолыққанда қазақ қызы биязылық сақтап, білсе де білмегенсіп еркектің алдынан шықпаған. Сол қазіргі жастарда жоқ қой. Соны бір көрсетейік дегенбіз аға. Ендеше екеуіңізге де құдай жар болсын. Тойларды үйлеріңізде той болсын, Алматыда тойлап қайтыңыздар. Осы қазақи тектілігіңіз кетпесін. Шабарақ сіздерге. Бәрекелді. Арайда, осында Әлихан келе жатыр. Әлихан келе қош. Әлихан. Ойбай, Әлиханды қараңыздар. Атасы мен апасының тойына ешкімде жоқ киініппеген, және ешкімде жоқ ән жаздырыппеген. Әлихан арнайы келді, атасы мен апасының тойына ән шашу. Өнер сатылмайды, өнер бағаланады деген осыған. Bye.
келді. Алихан өлең айтып сыналып алды. Ән тыңдап көпшіліктің құмары қанды. Алихан өлең айтып ақша тапты, жарқын тойға қосқанын шығарып алды деп жатыр. Өнерің жана бесін айналып кетейін немерем, бақытты бол. Осындай мына кең өнімменен мына халқының алдында риза болатын бір жақсы азамат бол. Әне, атаңның батасы. Ой, ақша деген жаманға жарқын сразу санап жатыр десең. Қазымай, ал енді той жасағанды алып отыр, қымбатты ағайындар, қазір үзіліс болады. Үзілістің алдында қазақта үлкен аста сөйлеген, көргенді елдің баласы деп келетін ондай бар. Ендеше ағамыз бен тәтеміздің жолдастары, достары. Болатбек, Сейілхан, Бекет, Бақытгүл, Сабыржан, Анар, Самат, Дәлия, Күнболат, Бақытгүл, Ерік, Айгерім, Өмірзақ, Қызмет, Ғалия, Нұрғайша, Болат, Моншақ, Гүлнар, Бақытжан, Роза, аға әкпелерімді үлкен аспен ортаға шақырайық. Ал мархабат. Достар, жолдастар. Бәрімізді жолын бастар, бәрімізді жазылмаған бастар, армандастар, ортастар, өмірін астар, бәрімізді жолын бастар, армандастар қайда, асыл достар қайда, замандастар қайда, қайда. Сіздер вообще жақсы көреді екенсіздер. Ал тойларыңыз құтты болсын. Енді аға, маған қарағанда көп тойға барып жүрсіздер ғой. Тойдың тағдырын түсінесіздер ғой. Сондықтан сіздерден өтініш, пожалуйста, жалынып тұрып сұрайын. Түгелі сөйлеңіздерші. Кім бастайды? Ассаламалейкум, құрметті ағайын. Мына бүгінгі алтын той, бұл бақыт тойы. Мына бүгін Асекең мен Секірханның ұлдары, қыздары әке-шешесін құрметтеп, әкеміз 75-ке келді, анамыз 70-ке келді. Отбасының құрғанына 50 жыл болды деп алтын той жасап жатыр, айналайын. Балалар, сендерге көп рахмет. Өмір жастарыңыз ақ болсын, бақытты болыңдар. Ата-анасын құрметтеген жастар, ата-анасын құрметтеген балалар осындай болады. Бүгін керемет, бәріміз сондай мына Асекеңнің достары марқайып отырмыз. Керемет той болып жатыр. Мен Асекеңмен сонау осыдан 45 жыл бұрын келген совхозында бірге қызмет істегеннен бірге келе жатырмыз. Сол кезде мына кішкентай балалар, мына жарқын, Зәмзагүл, Бейбіткүл, Еркін, барлығы кішкентай ғана балалар болатын, кішкентай қыздар болды. Міне барлығын қазір әрқайсыларын отбасыларың бар, бала-шағаларың бар. Міне солардың арқасында, міне сол балалардың арқасында құда жежатты болып жатыр. Осының бәрін өзіміз көріп жатырмыз. Сіздер, Асеке, Секерхан, өте бақытты жансыңдар. Мына бүгінгі той, алтын той, бақыт тойы. Сендердің тойларын, сендердің қуаныштарына біз қуанып, марқайып отырмыз. Міне осындай өсіп өнгендеріне мен осы айтар едім. Асекең 36-да кен су сол жерде өсті ғой. Сол елдің арасында қандай сыйлы болса, міне осы Шелеке келіп, Нұрлы ауылында да сондай сыйлы. Біздің мына Алматы жақта достардың арасында да сондай сыйлы. Осының бәрі азаматтың атын шығаратын, елдің атын шығаратын азамат. Асеке, сол ауылдың Кеңсудан шыққан азаматсың. Сондай саған бүкіл ел сені сыйлайды, сен саған мақтанат сенімен. Ал енді осындай азаматтың атын шығаратын, азаматтың абыройын асыратын,
еңбегін жандыратын әрине жұбайы Шекерхан. Бұл ынтымақ бар жерде, бірлік бар жерде осындай той болады. Сол үшін айналайындар, тойларын тойға жалғаса берсін, бақытты болыңдар, бала-шағалардың қызығын көріңдер. Біз сендерді жақсы көреміз. Әлі де осындай тойлар ары қарай балалардың тойына жалғасып, қуаныштарың көп болсын. Әумин. Әумин, рахмет аға. Өркен бар бір аға, мен жеке сұрадым. Келесі. Адам құрметті той жағандар, мына әске Шекерханда алтын тойларын құтты болсын. Мына Асан менен Кеген ауданында да жолыққанбыз, қызметтес болғанбыз. Мына Нұрлыға келіп те бірігіп отырмыз. Мына Асанды Кегеннен бекер шақыртқанымыз жоқ, жаңа айтып өтті ғой. Мына сарылардың өте керемет екенін. Бізде жер көп соғатын болғаннан кейін Асанды шақыртып алдық. Жерді анда-санда тоқтатып тұрсын деп. Міне сол қызметін айнымай істеп жатыр. Біз семьямызбен бірге араласып тұрамыз. Балаларымыз да осы балаларымен жасты. Жаңағы кім айтып кеткендей бақытты семья. Екеуі Шекерхан менен Асан. Осы бақыттарың баянды болсын. Жастарың ұзақ 90-100-ге дейін жасай беріңдер. Сендерге қарап, мына ауылдың жастары үлгі алатын болсын. Бақытты болыңдар. Жаңа тамадыр айтайын дегенім, тойдың басын бастап та, оның кейін тойдың аяғында жаңа гүл лақтырады деді ғой. Бірден тойдың аяғына түсіп кетті. Мен тойдың ортасында мына гүл емес енді горка жасап сүйісті екен деп отырмын мен енді. Бірден басын бастап аяғына аяқтамай енді. Оған қалай қарайсыздар? Горка! Сіздер айтқанды істей береді екенсіздер. Мен гүл лақтырсам, маған гүл лақтырады дейді. Горка түсін сүйісіп отырғанда işte. Бірақ жас 70 болғанмен көңіл 25 қой аға. Әлі мына құрметті қонақтар, Асан Шекерханның тойларын құтты болсын. Жаңа Бөкен айтып жатыр ғой енді. Бізде мына Аскеңменен мынау 78 жылдан бері қарай мына Шырғанақта Кеген совхозында бірге жұмыс атқардық. Көрші тұрдық осы есікпен алдымызда. Содан бері қарай мінеки бәленбай жыл болды, біргеміз, доспыз, жолдаспыз. Жаңа тамада айтып жатыр ғой. Жастысың мәр дейді. Енді біз заманымыз жас болды. Заманымызға қарай бір-бірімізге жаңағы жолдас болдық. Құрдас сияқты өп көттіген. Негізінде біз енді әйелмен жастымыз біз. Шекерханмен жастымыз. Сонда мына құтты болсын. Мына керемет жақсы бір отырыс болып жатыр. Бұның өзі де үлкен нәрсе ғой. Мысалы, Аскен 75-ке келіп жатыр. Жаңағы Шекерхан 70-те жатыр. 50 жыл. Отбасы болған 50 жыл деген ол үлкен дәреже, үлкен бақыт. Сол бала-шағаның арқасында мінеки осындай той жасап, бәрімізді басымызды қосып, қуанышқа бөлеп осындар. Жалғаса берсін, дендерің сау болсын, аман болыңдар, шөбере, немере, көбейіп, соның қызығын бірге әлді көрейік, жақсылықта басымыз қосыла берсін. Жалпы қысқасын айтқанда тәтем екеуміз бір-бірімізді танымай қалғанша бірге болыңыздар деп отыр. Келесі. Құрметті қалайық, мына бүгін біз үлкен қуаныштың ішінде соған куә болып отырмыз. Біздің мына Асан менен Шекерхан екеуі қосылғанымызға 50 жыл болып кеп, Асан 75-ке толды деп бала-шағасы Құда жекжаттарды, туған туыстарының бәрінің басын қосып, қуанышын бөлісіп отыр. Бұл адамға өзі қалай болса да өзі біріне, екеуі біріне бірі сай.
Секерқан екеуі де осы екі семьяда да жолдастығы да өте мықты, достарына сыйлы, сондай бір керемет жандар. Алла тағала өздеріне қанша жас берсе де соны уайымсыз қайғысыз осы бала шағаларының қасында ойнап күліп, бірге солардың қызықтап жүре беруде. Біздің тілейтініміз сол. Секерқан бір жағы маған құдашы болып келеді. Асан екеуміз жолдаспыз, доспыз. Енді мен өзім қолдан келгенде бірінші осы досым мына Асан болды, мен Сарап деген азамат болды осы. Үш доспыз, біріміз танысып, сыйласып, бір шайымызды бөліп ішіп жүрдік. Кейін құда жекет болдық. Өмірде менің келінім кетіп қалды. Артында ұрпақтары бар. Міне солай жалғасып жатыр. Рахмет. Ай, рахмет. О, конверт сіздікі ғой. Ал келіңіз аға. Құрметті көпшілік, мына Асан екеуміз Семсудың суымен жерде ашықты бірге ойнап, есекке бірге мініп, ләңгіні бірге теуіп өттік мінекей. Осы халге жеттік. Мен бағанан бері тарихтың бәрін айтып кетті. Бірге қызмет істеген, бірге жолдастар болып жүрген бәріміз осы ауылдың шықпақ өсіп өніп өркендеп отырған осыларды міне Асанның құрметі үшін келіп отырмыз. Жақсылық көбейе берсін. Мен үш нәрсе тілеймін. Байлық, бақыт, махаббат. Осы үшеуі ғана болса барлығы болады. Махаббатты күшті айттыңыз ғой. Ал қызмет ағам. Ассалаумағалейкум, құрметті ақ көңілді, ақ ниетті тойшыл қауым. Мына Асан аға менен Секерқанның биылғы мына отбасылық құрбанына 50 жыл, Асан аға 75, Секерқан 70 жылдық тойы құтты болсын. Мен өз басым Талдықорғаннан келдім. Ақсу деген, қазір Жетісу облысы Ақсу деген ауданнан осы тойға келіп отырмын. Әрине, осыдан 40 жыл бұрын келдім. Сол 40 жылдан бері біз Асан аға менен Секерқан осы семьялар жақсы араласамыз, дос жолдас болып кеттік. Осынан Нұрлы деген қасиетті жер ашылғаннан келгенбіз. Біз Секерқанның құрдасымыз, бір жылда туған төріміз. Енді Асан аға біраз үлкендік болмаса, Секерқанның құрдасы болсын, біз замандас сияқты жеңіл қалжыңымыз бар. Сөйтіп араласып кеттік. Бұл кісілердің жақсылығын бағадан бері айтпайсыздар. Мен оның бәрін қайталап айтпай қояйын. Мен бірақ қана Асан ағамен осы Секердің жақсылығына, білгірлігіне, адамгершілігіне бас иетін бір ғана мысалым бар. Осы Асан ағамен Секер өз бала шағасымен, немерелерімен бірге бірнеше баланы жеткізді. Енді біз оны жүр айтпай қойып, қандай бала кім айтып, туысқандардың баласы ғой енді. Солардың қолын аузына жеткізіп, оң солын танытып, бәрін жеткізді. Олар қазір студент оқып жатыр. Әлі күнге дейін жаңағы өздерінің кеңестерін айтып қояды. Мен сол жағына қатты сыйлаймын. Сол жағына табынамын осы кісілердің істерін. Алтын тойларыңыз құтты болсын. Бала шағаларыңыз аман есен, елдің амандығында, жұрттың тыныштығында осылай қуанышқа бөленіп жүре беріңіздер. Жақын еркін мына жасап жатқан тойларың құтты болсын, осындай тойға жетіңдер. Бәріңіздің үйлеріңізде той болсын, қуаныш болсын, тек қана жақсылық болсын. Енді Совет үкіметінің қылышынан қан тамып тұрған кезде сіздер намыстарыңызды нанға сатпай, намыстан емес, Ленинде бір тиынға сатпай өстіңіздер ғой. Октябрят болдыңыздар, пионер. Сол заманның көшінен қазақтың болашағы үшін еңбек еткен кісілерсіздер. Сіздердің әрқайсыларыңыз туралы таңды таңғырып айтсақ, жүріп өткен жолдарыңызға бір бітпейтін том-том кітап шығарып. Алтын бастарыңыз аман болсын. Мұқағали атам айтқан ғой, жазылған естеліктер мен туралы. Біреулер жан еділер, өр тұлғалы,
біреулер тұлпар еді деуде мүмкін, бүтінделмей кеткен бір ер тұрманы деп. Сол совет заманында қазақтықты сақтап қалған сіздерге Құдай жар болсын. Жүректеріңіз 100 жыл соқсын аға. Ұрпақтарыңыз өмірін жасаңыздар. Bir естелікке суретке түсейікші аға. Осындай атпал азаматтар. Ау, приз, подарка қалды ма? Аскен бауырым ғой, бағадан жері көп жақсы тілектер айтылып жатыр, бәрі қалып болсын. Бала-шағаға, анау кішкентай бауырларға, сіңлілеріме көптен көп рахмет, мен қарындасым. Енді осы тойда бір әуге кетпесе, несі сары боламыз. Иә, мен өлең айтпаймын бұрын дегенмен. Енді мен бауырым үшін бүгін делебем қосып тұр ғой. Сондықтан бір ауыз ән айтайын. Рұқсат болса. Енді білетіндеріңіз қоштап жіберіңіздер. Есімде гүл тереген кез көктемеді ай, есті қыз ежігітті ежек көреме. Қапыда қайрылмастай құлай сүйсем, құржан құрбекерге өкпелеме. Батырым баяндым дарқат тойы базарым, бақпын аяулай ақсын қарым. Аяла гүлімді ұмытпа, үнімді бір жырла жырымды яқсын қарым. Екі дос қаздай жұғымды жазбай жазыра жаздай ақсын қарым, ақсын қарым. Дада бірге, шындада бірге, сындада бірге, яқсын қарым, ақсын Ер деген тәтті өлеңдер. Подруга, тәтенің подругасы. Хат қайда? Подругасы хат жолдапты. Оқиын ба? Асеке секеш дейді. Осылай ма? Мерей тойларыңыз құтты болсын, өте жақсы, өтеулі тілектеспін. Мәнді де мағыналы өмір сүріңіздер. Енді бала-шағаның құрметіне бөленіп, өз ұрпақтарыңыздың қызығын көрулеріңізге Аллам нәсіп етсін. Арттағы ұрпақтарға қалдырар мол мұраларың бар. Екеуің тәрбиелеген балалар сол үлгі өнерлеріңді жалғастырады деп ойлаймын. Міне бүгін жарты ғұмырлық алтын тойға жеттіңдер. Дәл осындай бриллиант тойлауды нәсіп етсін Аллахым бәрімізге. Бекедек екеуміздің ең алғашқы көріскеніміз ұлды қызды болып, еш уайыпсыз жастық шақты бірге өткізген сырласым, сипасым, бір шалым шайды бөліп ішкен құрдас досым болдыңдар. Тек жақсылық, амандық тілеймін, беттеріңнен сүйдім. Мына төсек көрпе арнайы сыйлығым болсын. Осы мамықтай жүп жұмсақ төсек орында енді бір жарты ғасыр құшақтарында жазылмай өмір сүрулерге тілектеспін. Тамада молодец деп жазды. Жаңа көрпе төсек қайда сонда, тәте? Тәте көрпе қайда? Бар ма? Алмай қойып бүкіл ел білсін көріп алғандарыңызды. Ал енді бір суретке түсейік, содан кейін сіздердің тамаша би күтіп тұр. Өйткені аттракты болады ғой, асы қайрудың алдында. Осы Асан ағамның қызы мен күйеу баласы Бақытжан ағам мен Шолпан тәтем осы құрдастар шыққан кезде бір тамаша әнге тербейік деп дайын отыр. Бақытжан аға, Шолпан тәтем қайдасыздар? Келіңіздер, осы кісілер суретке түсіп алыңыздар. Олай бәрекелді. Аға, осының артыңыздан тәтелер көрінбей қалды ғой. Сіз неге отырмасаңызшы? Мына отырған кім десе, бірінші атаман дейміз ғой. Ал суретке түсіп алыңыздар. Сөздеріңіз әмірлі, бүкіл жұртқа дәл осындай қадірлі болып аман жүріңіздер. Ал Бақытжан аға мен Шолпан тәтем сіздерге ән шашумен билетіп отырғызады, қабыл алыңыздар. Асан ағаның жаңағы
тәтемен барған кездегі айтқан өлеңін бір қайталап айтып берейін, өзі шығарған өлең. Вальс қой, вальс билеп билей беріңіздер. Кетпеспіз. Ортаға шығып билеңіздер. Әні Табылды Досымов, Ақтау жерде сөзі Мұқағалиевтің. Атам мен сені билеңіздер. Көрмейді өзгені сені көрем. Өзің алам өзіңе, өзіңе көр. Ғайып болсам бір күні, егер деме, ұнатамын мен сені, арманымда ең сені. Өмірімнің өлшемі, ұнатамын мен сені, арманымда ең сені. Өмірімнің өлшемі, ұнатамын мен сені. Ұнатамын мен сені, бірақ мейірімді айтайын жылап сұрап. Ұнатамын дегенім жасандылық, саған деген жүрегім құрақ. Ұнатамын мен сені, арманымда ең сені. Өмірімнің өлшемі, ұнатамын мен сені, арманымда ең сені. Өмірімнің өлшемі, ұнатамын мен сені. Кішкентай рахмет. Ал қымбатты ағайындар, қазір отырғаныңыздар асқа айырып бата берейік. Батадан кейін антракты. Антрактыды білесіздер, сыртқа шығып әңгіме айтып тұруымыз. Антрактыда ортада билейік. Сол билеген кісілерге приз береміз. Ал антрактыды қалай билеу керек? Соны көріп алыңыздар. Асқа айырудың алдында ая арулары келе жатыр. Joy.
Өзбекстанда, Испанияда, Бразилияда той жасап жатса, мен сияқты тамадасы шығып айтамын екен деймін да, қазақ биі қабыл алыңыздар деп айтпайды жара, біз бүкіл ұлттың биін билей береді. Ал енді Болатбек аға, өзіңіз бір ас қайырып, бата беріп жіберіңіз, дуалы аузыңызбен, жүйелі сөзіңізбен, сіздің батаданыңызға кейін жарты сағаттық антырақты, қыздар темекі шегіппегенше жігіттер әңгіме отырайық. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. О жаратқан ием құдірет, тілегімізді қабыл ет, иманымызды кәміл ет, жарылқаудың қамыл ет. Мына Асекең досымның шаңырағына ерсін, ырыс абырой бақ-дәулет. Асеке, дастарханың мол болсын, абыройың зор болсын, өрендерің ел болсын, ұрпақтарың өсіп, бір қауым ел болсын. Отбасында әрқашан Алла қолдасын. Өсе берсін әулетін, таси берсін дәулетін. Әрқашан әулелер қолдасын, шаңырағына бақ қонып, бастарына бақыт ормасын, той құтты болсын. Аумин. Аумин айтқаныңыз келсін, деген тамаша бата. Осы батадан кейін баршаңызға жарты сағаттық қана үзіліс ал кетіп ортада. Olmasam da seni isteyen var ya
жұптарыңыз жазылмай тойда аман жүріңіздер. Мархабат, мәртебелі орындарыңыздың қадірлі мейманы болып жайғасайық. Күшті. Шалғатып жайнап кіл, деп байлығын тойға ғана шашатын, қазақты сен думан сауып той деп біл. Барға шүкір, тәуба дейтін азына, жүрген жері әзіл қалжың базына. Той шашылу қазақ үшін түк емес, той қазаққа Құдай берген қазына. Бүгін бір емен жарқын тойлайтын күн, шаттыққа тоймайтын күн. Таң атқанша секіріп қанғанынша, тойғанынша кекіріп ойнайтын күн. Бүгін шелекте алтын той. Ендеше ардақтағандар, алтын тойдың екінші дастарханына қош келсіздер дейміз ғой бәрекелді. Келіңіздер апалар. Дастарханның шымылдығын атасы мен апасының тойына осы әулеттегі квартет ал кеттік ендеше. Төртеуі жарқынның баласы екенін халық ұқты. Бұл төртеуі өлең айтып тойды жарып шықты. Жарқын бір баласына ән айтқызып ақша тауып еді, соған құрықты ғой деп төртеуін бірақ алып шықты. Деп жазды. Барекелді. Ендеше бақытты отбасы, өнерлі отбасы бола берсін. Шапалақпен бір шапан төрт періштеге. Басқасы қайдам жарқын мәз. Енді бір өзім айтсам ба деп тұршы.
Дұрыс қой. Өнер сатылып жатса, конечно, жарқырай бер. Ал, қымбаттай бер, той құтты болсын. Енді Замжа жаңа президент берші. Осы жаңа Замжа ұрысып жатыр. Мына жерде папамның, мамамның тойына конверттен салған ақшадан бөлек ақша шығарып, күшті прическа жасап келген әйел қай столға? Ең қымбат прическа сол кісіге приз кетті. Ал, әр стол өздеріңіз айтыңыздар. Қай стол? Ең қымбат прическа жасап келген әйел. Қыздар, қай столда? Неше түрлі кетті ғой, қане? Ана апаларында түгел орамал. Мына столда. Қайсы? Ой, бағдат қоймайды келе призға. Бағдат ауыл 6-шы приз алып қой. Қай столда келді? Ең қымбат прическа жасап келген әйел. Жоқ, ең қымбат қас деген жоқ қой мен десең. Ой, шынында да, анаң қара. Қымбат ағайдар бағанаға көріп едім, анау қызыл көйлек киген. Апай, келіңіз ортаға, доғал шапалақ, ана прическаны қарасай. Ой, бай. Менің енем бұл. Жаман енеңе бауыр басып алыпсызды. Өз анам болса қайып шықпай қоятын десең. Қазір айтамын, атыңыз? Әуесхан. Әуесхан. Андағы шаштың аты қандай прическаның? Сол барып отырып едім, сөйтіп жасап берді ма? Кіші қандай? Жалпы сізге жарасады екен. Андағындай шаш бар ғой, жарасады. Мынау сізге әдемі болып жүре беріңіз. Үйіңізде той болсын. Мен андағындай шашты көре алмаймын ғой, мен қызғанамын ғой. Тұра тұрыңызшы. Ойбай, мына қыз приз алса кетіп қалады екен жаман. Екеуміз күшті жарасып тұрмыз ба? Тәтемнің басынан найзағай түскен менің басымды бұршақ ұрған десең. Жаман жарасып тұрмыз. Енді бір сұрақ қоясың дейді. 10 баланың әкесі Тұрсынғали атаның ғашығының аты кім? Қолай, Жұмақан дәдем ғой. Білмейсіз, осы ұят емес па? Жұмақан дәдем. Ал енді, келесі. Ең мықты прическа жасап келген еркек. Қай столда? Қане? Ой, әр стол көрсетіп жатыр. Банан қара. Қайсы? О, құдай көрсін. Ай, кеш ортаға. Міне. Келіңіз аға. Ай, красавчик. Қане? Атыңыз кім аға? Бақытжан, мен Сабыржан. Солай музыка ойнайды ма? Мен Бақытжан ағама қарасам, өзім айна қарап тұрған сияқтымын. Аға, мына сізге беріп жатыр. Шашы қалындардың іші күйсін деп жатыр. Құдай тағала өз ұнайтын жігіттер өз белгі сақ қояды екен ғой. Сонда менің таңлайымды көтерген, сіздің де таңлайымды көтерген болып тұр ғой. Аман болыңыз аға, сізге сұрақ жоқ. Итақты. Мынандай болып жүр екенсіз құрсын. Біреулер ойлайды ғой, жақсы оққандар түсті деп. Баяқтағы полға баспен айлап билейтіміз деп қойсаңызшы. Той құттымыз, елді сыйлықтар. Музыка күшті болады. Манты кеп жатыр ғой деймін, мантының иісі шығып жатыр ғой. Әйтеуір манты жеп отқандар күшті болыпты деп жатыр. Ал, олай болса, келесі сыйлық кетті. Мынау енді қымбат сыйлық. Үлкен кісілердің тойы болғандықтан мен мынандай сұрақ тауып келдім. Қазақта бата берген кезде көсеген көгерсін деп бата береді. Ол мағынасы өсіп, өніп, көгеріп, көкте деген сөз екен. Ал сол батаның ішінде көсеге деген бір заттың аты екен. Көсеге деген бір заттың аты екен. Орындық, ручка деген сияқты. Бір заттың аты екен. Көсеге деген нәрсе. Бұл жоқ көсе емес. Көсеге. Ана интернетте қарасаңыздар, Google'да тұр, қыздың
жасауылын жауып тұратын шымылдық деп. Оны қазақ қосаға деген. Ұмыттырып шатаспаңыздар, үлкен кісілер біледі енді, көсеге деген бір заттың аты екен. Соны білген қазаққа мына қымбат сыйлықты үлестірейік, үйіңізде той болсын. Көсеге деп қазақ нені айтқан? Жұмбақтап айтқан екен. Көсеге деп. Кішкене жоқ, көгеріп көкте деген мағынасы ғой. Бірақ көсеге деген бір заттың аты екен. Кішкене жеңілдік болсын, сол көсеге деген затты қазақтар әлі күнге дейін біз көктем кезінде жиі көреміз. Көктем кезінде көп кездеседі. Басқа кезде бірен саран болуы мүмкін, көктемде жиі кездесетін нәрсе екен, көсеге деп соны айтқан қазақ. Не деген жұмбақтап айтқан десеңізші, қазақтың мықтылығы, ау? Көкші күзге дейін болады ғой. Көсеге деп қазақ нені айтқан? Не дейді? Ау? Жануар ма енді қалай тұспа? Жоқ, бір заттың аты. Енді кішкене жеңілдік болсын, шымылдық емес, жоқ шөп емес, малға қатысты просто, мамам айтып жүр. Малға қатысты нәрсені айтқан екен атам қазақ. Көсеге деп. О, таптау деймін. Кәнекей, көсеге деп нені айтқан екен? Малға айланысты болса, осы қоздайды ғой, қозы, мал. О, төр дейді ғой. Жоқ, сәл кеп қалдыңыз ғой. Енді малға байланысты дегенсі төртте ақты. Итте, мысықта бәрі көктемде туады ғой, соңғысы. О, мұна сұғады ма бәрі? Көктемде туады ғой деп білем, көктемде туады. Бірақ кеп қалдыңыздар, сол. Ендеше, қымбатты ағайындар, енді бұны үлкен кісілердің аузынан естіген, көп адам біле қоймайтын шығар, өйткені сіздерге де кінә артуға болмайды. Өйткені совет үкіметі кезінде тек қана социалистік мемлекетті дәріптеп жүрдік қой. Көсеге деп атам қазақ жаңадан туған төлдің қозы болсын, лақ болсын, бұзау болсын, құлын болсын, бота болсын, жаңа туған төлдің ішінен түсетін алғашқы тоңғақты көсеге деген екен. Егер тоңғақ түссе, мал болып кетеді, тоңғақ түспесе, жас төл өліп қалады. Соған байланысты атам қазақ көсеген көгеріп өсіп өн деп айтқан екен. Көсеге деген жас төлдің ішінен түсетін алғашқы тоңғақты айтқан екен, біле жүріңіздер. Тойдан естелік болсын, ал енді мынау бір тос бар. Мат жауаққанда тос беріңіз дейді. Болды. Ендеше ортамызға келе жатқан ауылдастар және ұстаздар қауымы депті. Тұрсынғали атам мен Жұмахан апам бастаған Алтынай, Бөбіш, Серік, Алтынгүл, Батан, Гүлдәрия, Фаяз, Жанат, Гүлиза, Аман, Гүлнар, Бақтияр, Мәлік, Бақтнұр, Талетжан, Нарима, Айдос, Роза, Қайрат, Нұрсәуле, Бақытгүл, Руслан, Ақмарал, Руслан, Гүлбаран бастаған көршілер, ауылдастар және ұстаздар Дәулет, Дария, Қуат, Жәния, Нақысбек, Бибінұр, Өркен, Гүлдана, Өркен, Гүлдана, осы жазып тұр. Нұрлан, Күлчехра, Айбын, Рита, Ғани, Кенже, Тұрсынбай, Толқын ұстаздар, ал осы ортаға. Айттым ғой, көршілер бақытты деп айттым ғой. Жұмағали ағаның үйіндегі дейді. Бар ма? Қайсы о кісі? Бар екен ғой аға. Аға жаман іздеп отырған сізді. Келмей қалды, шықпай қалмады.
Ал енді ата апалар той құтты болсын. Кімден бастайды? Кім қай жылы? Ағадан бастайды. Ассалаумағалейкум. Туған ел тосын қауым. Бүгінгі Асан Шекерхан мына мерейтойларын жасап жатырмын. Бәрі жабық болып. Аллахтың басын осында алғастардың бүтін Құда жекжат тұрады. Оның басын қосып той жасап жатыр. Тойлар құтты болсын. Өздері бақытты болыңдар, немерелі шөберелі болыңдар. Біз Асанменен енді анау басқа мемлекеттен келген жылдан тартып көршіміз шай деспен алдымыздан шығып қарсы алып еліміздің беріп дегендей осы күнге шейін жақсы өтіп жатырмыз. Біз сондай мünasebetimiz var aslında bir boşuna oturup. Құрметті тойға жиналған қауым, тойларыңыз құтты болсын. Шекер Асан мерейтойларың құтты болсын. Жастарың ұзақ болсын. Екеуің тең мәртебе. Бала-шағаларың қызғын көріңдер, немере шөберелерің көп болсын. Шөберелерің шөпшек, немере сүйіңдер. Ендерің сау болсын, балаларың аман болсын. Тойларың құтты болсын. Құрметті көршілер ағайындар, кешіріңіздер. Мына енді біздің бақыт ағамыз Рая досымыз. Жаңада жолдастардың ішінде бірге шығу керек еді, достармен бірге. О жерден шықпай қалды. Енді мінеге қосып шығарады десем, тағы да шықпай қалды. Бәке, бақыт аға. Жасым көн, бізден бір-екі жас. Бірақ жолдастар бізге басым, сауыржан, кешір. Сондықтан ана кісі ренжімей осында бірге, мына кісімен бірге сөйлеп кетсін деген. Бақыт аға келіңіз, қазақта айтады ғой, бақытқа жету оңай емес деп. Сайтқыдай сізді ортаға шақыру оңай болмады ға. Через той иесі арқылы шақырмадыңыз. Оның үстінде тәтемнің аты Рая екен. Тәтемнің атын естігенде жүрегіміз өте қалды. Өйткені біз үйде келініздің аты Рая еді. Келіңіз. Бақыт аға келіңіз. Ай, бәрекелді. Тәтем қайда? Қане? Бәрекелді. Рая тәте келіңіз. Мен де келіншегім аты Рая ғой. Мына Рая деген қыздардың жігіттердің шашыне ақ болады, не жоқ болады деген осы екен ғой. Сізден бастайды. Иә, құрметті тойшыл қауым, мына тойларың құтты болсын. Иә, жарылқаушы ем, қабілет, жарылқауым қаңын ет. Осы отырған көпшіліктің ізгі ниет тілектерін қабыл етіп, Секер мен Асанның бүгінгі жасына жас қосылып, басына бас қосылып, немере шөбере шөпшек сүйіп, солардың қызығын көруге Алла нәсіп етсін. Бұл қыздарың өсіп, тойын тойласын. Әмин. Иә, Асан Шекерхан, бүгінгі алтын тойларың құтты болсын. Бала-шағаңа жасап беріп жатыр. Балаларға, қыздарға рахмет айтамын. Немере шөберелерің көп болып, шөберенің қолынан май жалаңдар. Тойың құтты болсын, той боласа берсін. Мына кішігірім не бар, соны чапанымды жағайын. Ал енді құрметті қалай бәріміз де мына Асан ағамызға жақсы тілектер тілеп отырсыз ғой, демекші. Мен бұл кісіге сонау 87 жылдан бері жақсы тілектер айтып келе жатырмын, отырған сайын. Міне, сол тілегіміз қабыл болды міне бүгін. Бұл кісі келгенде
только тауға қарап ішетін ғой. Ойға қарап жібереді. Біздің бақымыздан өтті, біздің өмірге жүрді ғой. Аман есен болыңыз, деніңіз сау болсын. Оқуға түсірдім өзім. Емтиханды мен тапсырдым, бұл кісі ауылда қалды Нұрлыда. Не істемедік, диплом алмай қойды бірақ білімі жетпей қалды да диплом алуға келгенде диплом. Ал енді секретария бермекші. Мына секретариямыз нағыз батыр адам. Осындай кісіге төтеп берген. Түсіндіңіздер ме? Осындай кісіге төтеп берген. Жас кезінде келін болып түскен кезде именіп келін болып түсті. Білмейтін жұртқа барып. Сонымен қазір әже бір отбасын біріктіріп, жақсы ұстап отыр. Ең батырлығы сол, Асан ағамыздың бұйра шашын аппақ қылды, жоқ қылды. Кішкене нервін жеді, басын қалқыт еткізіп қойды. Көрдіңіздер ме, қалқыт еттірген басын. Ал енді не дейміз? Нағыз батыр адам мына кісі. Енді бір 25 жыл қалқыт еткізіп ұстасаңыз, өзген арғадай көресіз ғой. Содан таймаңыздар, аман есен болыңыздар, бала-шағаларыңыздың қызын көріп жаққылап жүре. Дәулет аға әдемі сипаттап берді. Мен де өзім Дәулет аға сөйтіп ойлағам. Мен бағана бүйтіп ойладым ғой. Егер біздің Асан аға соғыс кезінде туса, Ұлы Отан соғысы 2 жылда біткен екен ғой. Мына кісі мазасыздау ғой. Төлешелер бар, немістердің заборын тартылады, есігін тықылдады. Шыңдар, соғысайық деп. Ал тәтем соғыс кезінде туса, соғыс әлі болып жатқандай екен ғой. Мына кісі түске дейін соғысып, түстен кейін кетіп қап. Субботамыз келіп бармай қойып, о күн немістер күтіп кетіп қап açtığına бәрекелді күшті сөйлетеді аға. Ал келесі. Ұстаздар қауымы. Болды ма? Бойында жоқ жасандылық, жамандық әр пендені шығаратын адам қып, сондықтан да бас иеміз ұстазға мұғалім деген бір рахметі жоқ мамандық деп жүрміз ғой. Сондықтан сөйлеңіздер шаға, келіңіз. Қадіметсіз екен ғой. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Бүгін бір көңіліміз көтеріліп, мына асаба жігіттің ерекше қабілетіне тәнті болып, Асан аға тойына өте риза болып отырмыз. Аға тәте, тойларыңыз құтты болсын. Жаңа асаба жолдас айттыңыз ғой, Дәулет ағаның артынан елген мен, бұл кісі біздің алдығы лектегі кісі. Сол себептен құрметтейміз әрқашан. Құрметтеп те келгенбіз, әлі де құрметтейміз. Аман болыңыз. Немерелеріңіз көп болсын, шөберенің қолынан май жеп, Алла соған жеткізсін. Жаңағы асаба жолдас айтқандай, шашыңыз енді қарайып кетсін. Той-тойға болсын. Рахмет. Қазы берсең етпен бер, шапан берсең шекпен бер, сөз сөйлеген ауылдастар конверттерімді ұмытып кетпеңдер деп жазып қойды. Не деген ақындар, бірге сон бересеңіздер. Ал енді ауылдастар, сосын ұстаздар шығып тұрған кезде, қымбатты ағайдар, мен қазір секретатемді не істеп жатыр ана қыз? Ана қыз не істеп жатыр? Очкиді көзге тағып жүр, шекеге тағып атты. Перизат. Сіздерге мешет жасап атқан жоқпыз ба? Біз сіздермен жағаласып сөйлеп кеттік қой осы. Біз қазір Секерхан тәтемді айтайын, егер дұрыс болса менің айтқаным қол соғыңыздар. Секерхан тәтем бір ауылдың ұйытқысы. Секерхан тәтем құрдастардың ішіндегі красавицасы. Секерхан тәтем қолы ашық адам. Секерхан тәтем ең бақытты әже. Әне тәте, айт дегеніңіздің бәрін айттым десің. Енді Секерхан тәтем барып, қазір ортаға өзі барып, Бақытжан ағамды, Жеңіскүл тәтемді музыкамен билеп тұрып алып береді дейді.
көкке бırakılып, adamlarımızla götürsün. Al Hasan Ağa, kegeçe, altın toylarınız kutlu olsun. Ömür jostlarınız uzak olsun. Ekemiz bir josta kartayıp bizden adımızda manısını cüre verimizdir. Yemeri çöbelde bir kızın görümüzdir. Köbüren okulundan maycalarımızdan ekemizde. Vakıtlı olumuzda. Altımızda tarlayı öp, akılçı öp cüre verimizdir. Elde ağamda çapın, kegeçene kamzol. Hasan Ağa da, Bақытжан Ağa da söz söylese dağıstарын kısmaydı eken. Özlerini spokойный ұстайды екен. Екеуі шынымен-ақ бауыр ғой деймін, өйткені мұрттары ұқсайды екен деп жатсайыз. Бәсе, енді Hasan Ağa сары дегенге келеді, сіз сәл-пәл сарысыз ау деймін. Сіз қамырлар жаға. Ал бір суретке түсіп алайық, келіңіз, естелік болсын. Бақыт Аға, ортаға тұрып. Бақыт Аға, Райаппен ортаға тұрып бір суретке түсіп алайық, келіңіздер. Үлкенсіздер. Тұрсынғали атам бар, бәрекелді, ортаға, міне, жиналып тұрғаныңыздар. Жігіттер алдық отырмасаңыздаршы. Үшеуіңіз отырып, төртеуіңіз түрегеп тұрып, төртеуіңіз отырып, үшеуіңіз түрегеп тұрып түссеңіздер. Үште төрт деген сурет болады ғой. Суретке түсіп алыңыздар, бәрекелді. Мына суретке түсіп жатқан кезде шапалақ ұрмайықшы, өткенде бір-екі суретте шапалақтың дауысы жүр. Енді бір билеп қайтайыншы, тойда қылайын. Что-то мынау ауыз ашар сияқты болып қалды. Ал билеп қайтайын, той құтты болсын. Хоппа! Сөзім мақпал, көзім өлер, тұрмағандай бұлақтың өзі сұлу, өзі әдемі, енді қызды ұнатты. Өзі сұлу, өзі әдемі, енді қызды ұнатты. Түсінбейді менің ол қалай, түсінбейді менің ол қалай, ішкі сырымда. Түсінбейді менің ол қалай, түсінбейді менің ол қалай, ішкі сырымда. Рахмет, бәрекелді. Аяқ қолдарыңыздың қызығын көріңіздер.